Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода мен доллар гүлі неге өспейді деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Оны қалай жөндеуге болады? Егер сіздердің гүлдеріңіз өспей тұрып, көп өскін бермесе, тұрып қалса, не істейміз? Сол туралы қазір осы видеода айтатын боламыз. Кейбір менің көрермендерім пікір жазып жатады. Тамыры шіріп кетіп, түбінде дымы жоқ, құр жапырақтары қалды, болмаса дымы өскін шығармайды, сол бір-екі сабақ тұр, содан ештеңе өспей, әлі сол екі жапырақ тұр деп айтып жатады. Оны қалай өсіреміз, қалай өскін шығаруға болады деген пікірлер көп келіп жатады. Енді менің тұрақты көрерменім болып жатсаңыздар, сіздер осы менің каналымда осы доллар гүлі туралы мен көптеген видеолар түсіргенмін. Оны қалай егеміз, топырағы қандай болу керек, тез өскін шығару үшін не істейміз, қандай тыңайтқыштар беру керек. Сол туралы менің осы видеомнан көптеген сұрақтарыңызға жауап таба аласыздар. Енді доллар гүліміз тез жақсы өсіп, көп өскін беру үшін не істейміз? Қазір мен соны айтатын боламын. Енді мынадай сенім бар. Егер доллар гүлі өспей тұрса, ұзақ тұрып қалса, ол сіздің гүліңіз емес деген осындай сенім бар. Енді сіздер ойлап қалмаңыздар, енді менің гүлім болмаса, мен бұны не істеймін? Лақтырып тастайын ба, я біреуге берем ба деп. Жоқ. Сіз мысалға гүлдің орнын ауыстырып көрдіңіз бе? Егер де гүліңіз өспей жатса, оның орнын ауыстыру керек. Мысалға, балалар жататын бөлмеге ауыстырыңыз. Ол бөлмеде біздің балаларымыздың энергиясы көп болғандықтан, ол гүлдеріңіз қарқынды өсе бастайды. Сонда эксперимент жасап көріңіздер. Егер ас бөлмеде немесе өздеріңіз жататын жатын бөлмелеріңізде тұратын болса, онда ол жай өсетін болады. Тек өздеріңіздің ғана энергияларыңыз болады. Сондықтан да ол гүлді жақсы өсу үшін басқа бөлмеге, балалардың жатын бөлмесі болмаса, басқа бөлмеге апарып қойып көріңіздер. Сол кезде гүлдеріңіздің жақсы өсе бастағанын байқайтын боласыздар. Міне енді мынау көріп тұрсаңыздар, мынау менің доллар гүлім. Бұл гүлге 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде міне мен осыны қарап есептеп отырсам, 20 жапырақ шығарған екен. Бұл жапырақтардың барлығы да жақсы, сау, әдемі өсіп тұр. 3 жылда сонда бұл үздіксіз өсіп тұр деген сөз. Мен қыста да бұл гүлге орындарын ауыстырамын, міндетті түрде бұл гүлдердің бір бөлмеден бір бөлмеге ауыстырып тұрам. Сол кезде бұл әр бөлменің өзінің энергиясы болады. Мысалға, балдар жататын бөлменің, басқа бөлмелер, жаңағы мен алдында айтып кеткендей, сондай бөлмелерге ауыстырып тұру керек. Бір жерге қойып қоймау керек. Сол кезде барып, бұл жақсы өсетін болады. Тағы да бір әдіс, ол тыңайтқыштар. Менің осы видеоларымды көрсеңіздер, менің көптеген осы гүлдерге, әсіресе доллар гүлдеріне арналған тыңайтқыштар туралы видеолар бар. Менің осы ең бірінші доллар гүлімнің жақсы өсуіне себепші болған осы тыңайтқыштар. Монокалий фосфат пен аммиакты қосып береміз. Немесе өзін жеке беруге де болады. Кәдімгі бұл гүлдер осы тыңайтқыштан кейін жақсы өсіп, көп өскін шығара бастады, өздеріңіз көрсеңіздер. Сосын мынау биогумус бар, янтарин бар, янтарь қышқылы бар. Әйтеуір қолымызда қандай тыңайтқыш бар, соның барлығын 2 жетіде 1 рет, болмаса айына 1 рет ауыстырып осы гүлге беріп тұрсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Негізі бұл доллар гүлі тыңайтқыштарды өте жақсы көреді. Сол тыңайтқыштардың арқасында көптеген осындай өскіндер береді. Сіздерде осы тыңайтқыштарды гүлдеріңіздің орнын ауыстырып, өсіп тыңайтқышты беріп көріңіздер. Сол кезде көздеріңіз жетеді, гүлдеріңіздің қалай жайқалып өскенін. Одан кейінгі әдіс, ол гүлге су бүрку. Біз гүлімізді осындай жапырақтарына су бүрку арқылы гүлдердің жақсы өскенін байқайтын боламыз. Сосын бұл доллар гүлі
жылы душты жақсы көреді. Айына бір рет жылы душқа жақсылап тұрып түсіріп алсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Гүліңіздің топырағы жеңіл болу керек. Гүліңіздің топырағы жеңіл болған уақытта ғана душқа түсіресіз. Ол душқа түсіргенде міндетті түрде топырағына су кетеді. Ол топырағына аққан су міндетті түрде астына ағып кету керек, топырақта тұрып қалмау керек. Егер де астына ақпай топырақта тұрып қалатын болса, онда гүліңіздің тамыры шірейді. Соны еске сақтаған жөн. Енді душ болмаған жағдайда осындай гүлдеріңізге өстіп су бүркішке су құйып алып, жақсылап тұрып жапырақтарына су аққанша, әбден жылы су болсын, немесе тыңайтқыш құйылған су болсын, гүлдеріңізге өстіп жапырақтарынан берсеңіздер, сіздердің гүлдеріңіз жапырағы арқылы да тыңайтылып, өзін жақсы сезініп, жақсы өсетін болады. Міне, мен сіздерге осы доллар гүлі неге өспейді деген сұраққа осылай жауап бердім. Менің жауабым түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Егер сіздердің де доллар гүлдеріңіз өспей қалса, осы менің айтқан әдістерімнің барлығын орындасаңыздар, сіздердің гүлдеріңіз де осындай көп өскін беретін болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.